Бәріңіз сәлем. Бүгін біз іштегі майдың пайда болуына себеп болатын басты 7 тыйым салынған тағам туралы айтатын боламыз. Осы тағамдарды сіз ас мәзіріңізден алып тастасаңыз, сіз нәтижеге тезірек жетесіз. Себебі біз көп адамдар көріп жатамыз. Тренировкалар, жаттығулар жасайды, бірақ та олар арықтамайды. Себебі олар тамаққа, ас мәзіріне мән бермейді. Біздің арықтауымызға тамақ жеуіміз ол 80%-ын көмектеседі. Ендеше олар қандай тамақтар біздің арықтауымызға кедергі жасайтын? Біріншісі ол печеньелер. Печенье деген не? Ол углевод пен қанттың қосындысы. Екеуі қосылған кезде ол инсулинді өте тез көтеріп жібереді. Ал біз білуіміз бойынша инсулин ол тері асты майының пайда болуына бірінші себеп болып саналады. Біз овсяный печеньеға қараймыз, пайдалы деп ойлаймыз, себебі ол жақта клетчатка бар деп. Бірақ та ол жерде ең көбі май мен қан. Ал бұлар бізге керек емес калориялар. 4 ақтал овсяный печенье жедің, бірақ та сен уже 400 калория жеп алдың. Екіншісі, олар бургерлер, фастфудтар. Сіз өзіңізді ақталуы мүмкінсіз. Бургер деген не? Ол жай ғана нан, ет, овощтар емес пе? Кәдімгі пайдалы тағам. Бірақ та сіз бұл ет қандай майға қуырылатынын білмейсіз. Қандай дәмдеуіштер қосылатынын білмейсіз. Нанда қаншалықты қант бар екенін білмейсіз. Қарапайым кетчуптың өзінде де қант бар. Ал бұл сіздің аппетитіңізді ашып, тағы да жеуіңізге құлшынуыңызды ашады. Сіз жай ғана бургер жедіңіз, және сіз 600-700 калория толтырып алдыңыз. Бұлардан отказ беру керек. Толығымен бургер, Бургер Кинг, Макдональдс бәрінен, тіпті донерден де. Үшіншісі, бургерден кейін кететін ол газированный соктар. Себебі ол жай ғана сусын сияқты болып көрінеді. Бірақ та 1 литр газированный сокта 500 калория бар. Ал 0,5-та бізде 250 калория бар. Бұл деген бізде калория тек қана қант арқылы келеді. Ал қант ол біздің инсулинімізді көтеріп, іште майдың пайда болуына себеп әкеледі. Біздің еттерімізге ешқандай пайдасы жоқ. Бұны толығымен алып тастау керек. Тек қана газированный соктар емес, қарапайым магазиндегі фруктовый соктар. Себебі бұл фруктовый емес, бірінші кезекте қант жасалған соктар. Кейбір ғана соктарда ғана қант жоқ, соларды алыңыз. Төртіншісі, бәрімізге ұнайтын пиццалар. Пицца деген не? Ол нан мен ірімшіктің қосындысы. Екеуі де үлкен калория болып саналады. Калориялар біздің етімізге, өмір сүруімізге ешқандай пайдасы жоқ. Бұлар тек қана іштегі майға баратын болады. Сондықтан пиццаларды алып тастаңыз. Әрине, бір пицца жесеңіз ешқандай айыбы жоқ. Бірақ та біз бір пиццамен шектелмейміз ғой. 3-4 тал жеп кетеміз. Сондықтан барынша аз жеуге тырысыңыз. Толығымен алып тастамасаңыз да. Бесіншісі, бұл алкогольдар. Мен андай семіз, қарны шығып кеткен, емшегі шығып кеткен ағаларға қараймын. Олармен бірге жүрген кезде олар көп тамақ ішпейді, байқаймын. Менімен қатарлас тамақ ішеді. Бірақ та демалған кезде олар өте көп алкоголь ішеді. Шексіз 10-15 бөтелке банка пивалар ішеді. Бұл пивалар шамамен 3000-2500 калория болады. Бір адамның күндік калориясын жауып тастайды. 1 грамм алкогольде 7 калория. Бұл сұмдық. Бұл тек қана сіздің арықтауыңызға кедергі салмайды, денсаулығыңызға да, метаболизміңізді тоқтатып тастайды. Сіз қонақта болып көп тамақ ішкеннен бар, олар қорытылудың орнына үстіне арақ ішсеңіз, алкоголь ішсеңіз, олар қорытылмай тек қана майға барады. Сіз қаншалықты пайдалы тамақ ішсеңіз де. Сондықтан түгелімен алып тастауға тырысыңыз. Алтыншысы, бұл чипсилар. Чипсиді бұл қатарға қосқым келмейді, себебі чипсида калория тым көп емес, орташа. Бірақ та менің семіз достарым ең жаман әдеттерінің бірі бұл әр магазинге барған сайын чипсы сатып алу. Себебі чипсы калория аз болғанына қарамастан, сіз оны жегеннен кейін ол жақтағы қанттар, приправалар, дәмдеуіштер сіздің тағы да тамақ ішуіңізге құлшынысыңызды аша береді. Мен бұрындарда чипсы жеп жүрген кезде, бір итке берген кезде оны иіс кетті, жемей қойды. Біз қалай ит жемеген нәрсені жеуіміз керек? Сондықтан чипсыларды өміріңізден толығымен ас мәзіріңізден алып тастаңыз. Жетіншісі, бұл нан өнімдері. Нан өздігімен зиян болып келмейді. Бірақ та оны көп қолданған сайын сізге ол зиянын береді. Мысалға, кейбір адамдар нанға май, нанға варенье, нан мен шпрот, әрбір тамаққа нан қосып жейді. Бұл денсаулықтарын өте зиян әкеледі. Нан біздің ас қорытуымызға кедергі жасайды, бір-бірімен жабысып. Біздің Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз нанды тек қана 3 күнде бір рет ғана жейтін болған. Сондықтан нанды барынша аз жеуге тырысайық. Мінекей осы 7 тағамды алып тастасаңыз, сіз арықтауыңызға жол ашасыз. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, осы саланы білетін, маңыздысы бұл дефицит калория. Сен өзің калорияңнан асып кетпесең болды, сен арықтайсың деп. Бұны жоққа шығара алмаймын. Бұл нақты факт. Бірақ та бұл арықтау барысында сіздің майыңыз емес, сіздің еттеріңіз кете бастайды. Мысалға, салмақ өлшейтінге тұрасың,
Сен салмағың 5 килограмм азайған, бірақ та ішінде май әлі тұр. Себебі сенің еттерің азая бастады. Сондықтан барынша пайдалы тамақпен толтыруға тырысайық осы калорияны. Етпен, гречкамен, көкөністермен. Сіздерге видео пайдалы болды деп ойлаймын. Басқа да сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беруге тырысамын. Осындай қазақ тілінде фитнес саласындағы блогерді қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алда көрісеміз деп ойлаймын. Сау болыңыздар.